Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 14-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол What order in questions. Бұл дегеніміз сұрақтағы әрбір сөздің орны. Ағылшын тілінде сұрақ қойған кезде әрбір сөздің өзінің орны болады, реті болады, иә. Бірінші present simple'да болымды сөзді қарастырайық. You eat an apple. Сен алма жейсің деген кәдімгі present simple'дағы сөйлем. Сен алма жейсің. Енді сен алма жейсің ба деп қалай айтамыз? Сұрақ қойған кезде біз оларды general questions деп айтамыз, иә. General question дегеніміз ол кәдімгі сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап бере алатын сұрақтар. Ол кезде жай ғана кәдімгі болымды сөйлемнің алдына auxiliary verb шығады. Auxiliary verb дегеніміз көмекші етістік. Оны біз тек қана сұрақ қойған кезде қолданамыз. Яғни сұраулы сөйлем екенін көрсету үшін, білу үшін, что бұл сұрақ екенін. Мысалы, бізде present simple'да екі auxiliary verb бар, ол бізде do және де does. Do'ды біз I, you, we, they'ға қолданамыз, does'ды үшінші жақ, жекеше түрге he, she, it'қа қолданамыз. Жаңағы, сен алма жейсің, енді сен алма жейсің ба деп қалай сұрақ қоямыз? Бұл жерде бізде do алдына шығады. Do you eat an apple? И сұраққа жауап береміз. Яғни do мен қойылған сұрақ, do мен жауап беріледі. Қысқаша түрде. Yes, I do. Немесе no, I don't. Окей, тағы бір мысал келтірейік. Do you want an ice cream? Сен балмұздақ қалайсың ба? Я немесе жоқ. Yes, I do. Немесе no, I don't. Жарайды, бұл түсінікті. Енді яғни үшінші жақта бір сөйлем келтіріп көрейік. Мысалы, she plays tennis. Ол теннис ойнайды. Бұл кәдімгі болымды сөйлем. Бұл жақта етістікке болымды сөйлемде he, she'та s жалғанады. Білеміз, Бірақ сұрақ қойған кезде қалай болады? Do she plays tennis болады ма? Жоқ. He, she'та жаңа айтқандай do емес, does тұрады алдында. Бірақ етістік s жалғанбайды. Етістіктегі s кетіп қалады. Былай болады, яғни does she play tennis? То есть етістік құр өзі болады, ешқандай s жалғанбайды. Ол s бізде doға кетіп қалады, и do'дың орнына does болады. Does she play tennis? Ол теннис ойнайды ма? Сұраққа жауап береміз. Yes, she does. Немесе no, she doesn't. Окей, тағы бір мысал келтіріп көрейік. Does your mother work in a hospital? Сенің анаң ауруханада жұмыс жасайды ма деген сұрақ болып тұр. Сұраққа жауап береміз. Yes, she does. Деген сөз, немесе no, she doesn't. Жоқ, Бұл қысқаша жауаптар. Толық жауап берсеңіздер де болады. Окей. Егер бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болса, guys, қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мына жақта 5 болымды сөйлемде мысалдар берілген. Соларды сұраулы сөйлемге айналдырасыздар. Жаңағы көрсетілген мысалдар бойынша. Қазір видеоны пауза қойып осыны жасап шығыңыздар, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Окей, guys, егер сіздер дайын болсаңыздар, жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар, сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.